Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Сіздерді осы платформада және InfoLesson маркетплейсінде қалай оңай табыс табуға болатыны туралы вебинарымызда қарсы алуға қуаныштымын. Бүгін вебинар сізге пайдалы болады деп сенемін, және миллионер аталуға себеп болады деп үміттенемін. Себебі бүгін біз сіздердің материалдарыңызбен тек әріптестермен ғана бөлісіп қана қоймай, одан қалай қосымша табыс табуға болатынын бірге қарастырамыз. Енді өзім туралы, менің атым Кира Ким. Мен 8 жылдан астам тәжірибесі бар ағылшын тілі мұғалімі, әдіскер, тренермін. Оған қоса мен әдістемелік әзірлемелер маркетплейсінің модераторымын. Мен Қытайдағы Нанкин ғылым және технологиялар университетінің түлегімін. Және бүгінгі вебинарды сіздер үшін өткізуге өте қуаныштымын. Бүгінгі вебинарда нені талқылаймыз? Ең алдымен InfoLesson KZ платформасы және оның мүмкіндіктері туралы көбірек білеміз. Неліктен өз материалдарыңызбен бөлісу маңызды және пайдалы екенін түсінеміз. Маркетплейсте жұмыс істеу, оның кезеңдерін көреміз. Қалай қадам-қадаммен табыс табуға болады деген сұраққа жауап аламыз. Және материалдарды жасау, материалдарды жүктеу, осы материал сұранысқа ие болу үшін оны қалай рәсімдеу керек екенін үйренеміз. Және мен сізге сәтті автор болу үшін практикалық кеңестерді дайындадым. Енді InfoLesson KZ туралы. Осы платформа деген не нәрсе? Сіз сабаққа қажетті материалдарды немесе мәліметті іздеген кезде, мысалы, ол презентация, КМЖ және көптеген басқа әзірлемелер болуы мүмкін, сіз біздің сайтқа бірнеше рет кірген шығарсыз. Өйткені бізде миллиондаған адамдар, мамандар жұмыс істейді, табыс табады. Олар бір үлкен қауымдастықты құрайды. Және олардың қатарына тек педагогтер ғана емес, басқа да мамандар бар. Олардың барлығы белсенді түрде білім мен тәжірибемен бөліседі, алмасады. Және сіз білім беру саласындағы барлық тақырыптарға материалды біздің платформада таба аласыз. Және әрине біз соны мақтан тұтамыз, өйткені бірігіп біз ұстаздарға көмектесеміз. Бізде ұранымыз да бар, ол біз сапалы білімді қолжетімді етеміз деп тұрады. Және де InfoLesson платформасы ол жай ғана материалдармен алмасатын орын емес. Ол үлкен мүмкіндіктер алаңы. Себебі платформада не бар? Біліктілікті арттыру курстары. Педагогтердің аттестация кезінде есепке алынатын курстарымыз да бар. Біздің организациямыз 95-ші приказға сәйкес келеді. Курстың бағдарламалары министрліктің экспертизасын өтті. Ол не деген сөз? Сіз біздің курсымызды өткеннен кейін сертификатты аласыз. Сол сертификаттар аттестация кезінде жарамды. Мысалы, экранда көрсетілген Google құралдары мұғалімдерге арналған курс. Ол әмбебап курс, кез келген педагогке пайдалы болады. Және жақын арада бізде кәсіптік бағдар, жасанды интеллектпен жұмыс істеу, цифрлық құзыреттілік деген тақырыптарға әмбебап курстар қосылады. Келесі ол материалдар кітапханасы. Мұнда сіз әртүрлі тақырыптарға әзірлемелерді таба аласыз. Оларды дәл сіз сияқты мұғалімдер сіздер үшін жүктеп салды. Іс-шаралар. Күн сайын осы платформамызда бүгінгі вебинар сияқты көптеген іс-шаралар өтеді. Сіз оларға қатысып, спикерге сұрақтар қоя аласыз, қатысқаныңыз үшін сертификат аласыз. Іс-шаралар тек педагогикалық тақырыптарға ғана емес өтеді. Басқа салалардағы мамандары да сөз сөйлейді. Бірақ әр вебинар
әрдайым пайдалы болады. Және бізде жасанды интеллекттің негізінде құрылған ассистенттер, көмекшілер бар. Олар мұғалім көмекшісі және тест генераторы. Олар мұғалімнің жұмысын жеңілдететін құралдар. Мұғалім көмекшісі сізге материалдарыңыздың қарапайым нұсқасын дайындауға көмектеседі. Сосын әдістемелік тұжырымдама ұсынады, сабақ жоспарын немесе материал құрылымын жасайды және кеңес бере алады. Ал тест генераторы ол сізге 60 секундтың ішінде бақылау, тексеру, өздік үй жұмыстарын құрастыруға, тест форматында құрастыруға көмектеседі. Яғни олар КМЖ, қысқа мерзімді жоспар, БЖБ, ТЖБ немесе басқа тесттерді құрастыруға уақыт үнемдейді. Және де ең бастысы ол маркетплейс. Маркетплейс сапалы материалдарды, әзірмелерді табуға болатын орын. Кез келген маркетплейс сияқты, мысалы Каспи дүкені, Озон, Wildberries, AliExpress, ол да сондай, бірақ ол білім беру саласында қолданылады. Біздің қолданушылар, сатып алушылар үлкен санға тең болады. Мысалы авторлар өз материалдарын басқаларға сата алады. Және өзіне ұнаған материалды тауып, маркетплейстен өзіне жүктей алады. Сол себепті маркетплейстегі барлық материалдар модерациядан өтеді. Сондықтан оларды өңдеуге, өзгертуге мұғалімдер уақыт жоғалтпайды. Және оны бірден қолдана алады. Бұл фактор маркетплейстің және кітапхананың арасындағы ең басты ерекшелік. Маркетплейстен мұғалімдер, әдіскерлер, тәрбиешілер, ата-аналар, психолог пен дефектолог, студенттер материалдарды жүктейді. Онда сұрағымыз ол маркетплейске материалдарды кім жүктей алады? Сол білім беру саласындағы мамандар және одан басқа көптеген кез келген адам материалды жүктей алады. Мысалы, дизайнер мерекеге арналған плакат немесе кабинетті безендіруге арналған материалды жасай алады. Ал кез келген маман университет студенттеріне арналған презентация дайындайды. Және бүгінгі вебинарда осы маркетплейстен қосымша табыс табуды оған назар аударамыз. Ең басты сұрақ ол өз материалыңызбен бөлісу неге маңызды әрі пайдалы. Әрине, бірінші себеп ол қосымша табыс. Сіз қазірдің өзінде жұмыс парақтар, жұмыс дәптерлері, сабақ жоспарлары, тесттер және басқа да көптеген оқу материалдарды жасайсыз. Ол үлкен еңбек, және сіз оны күнделікті орындайсыз. Бірақ оны тек өзіңіз қолданасыз, немесе тек оқушыларыңызға бересіз. Ендеше неге осы материалдарыңыз сіз үшін жұмыс істеп, қосымша табыс әкелмейді? Оларды біздің маркетплейске жүктеп, табыс табуға болады. Осы идеяны іске асыру керек, және ол өте ыңғайлы да, тиімді де. Сіз оны вебинарда көресіз, түсінесіз. Себебі материалдарды сіз бір рет қана жүктейсіз, әр материалды бір рет қана жүктейсіз. Оны жүктегеннен кейін әр материал қайта сатылады. Сіз әр қолданушының жүктеуі үшін табыс табасыз. Және оған қоса, мысалы, оқу бағдарламасы бірнеше жыл бойы өзгеріссіз қалатынын ескерсек, оқу бағдарламаға сай келетін, сай жасалған материалдар сізге бірнеше жыл бойы табыс әкеле алады. Қандай тамаша нәрсе. Және басқа себеп ол жұмыстың икемділігі. Сіз жұмыс кестеге байланбайсыз. Материалдарыңызды өзіңізге ыңғайлы кез келген уақытта жүктейсіз.
Мысалы, жұмыстың алдында, үзілісте, демалыста осы материалдарды маркетплейске жүктей аласыз. Және маркетплейспен, негізгі жұмыспен қатар айналысу мүмкін. Осы маркетплейсте материалдарды сату негізгі қызметіңізге кедергі келтірмейді. Екеуін қатар жүргізуге болады. Материалды жүктеу процесі өте тез, көп уақыт алмайды. Біз оны бүгін қарастырамыз, қадамдарын көреміз. Сонда сіз материалды оқушылар үшін бәрібір істей бересіз. Онда сіз қосымша жұмыс істемей, осылайша жай ғана маркетплейске материалды жүктеп, қосымша табыс аласыз. Енді мысал келтірейін. Экранда табысты авторлардың рейтингі көрсетілген. Онда сіз мұғалімдердің бір күндегі және бір айдағы табысын көріп тұрсыз. Менің ойымша, ол өте әдемі сандар. Бірақ осы авторлар күн сайын миллиондаған материал жүктеп, бүкіл уақытын осыған жұмсайды деп ойламаңыз. Ең бірінші орын алып тұрған а, қосымша білім беру педагогы Марина Игоревна. Ол, мысалы, бірнеше жыл бойы әртүрлі авторлық материалдарды тек өз оқушыларына әзірледі. Кейін ол материалдарын осы маркетплейске жүктегеннен кейін оның әр айдағы табысы, мысалы, бүкіл жанұямен демалысқа бару үшін жететін деңгейге жетті. Басқа сөздермен, Марина Игоревна әр ай сайын демалысқа бара алады. Сіз де осылай бастап, осындай табыс ала аласыз. Бірақ ол автор, Марина Игоревна, бар болғаны 80-ақ материалдарды жүктеді. Менің ойымша, ол көп емес. Сіздерде, өзіңіздерде де осындай материалдар одан да көп болуы мүмкін. Яғни сіз де осындай табысқа лайықсыз. Және қосатыным, ол қазіргі уақытта Қазақстаннан шыққан авторлардың саны көп емес. Сондықтан неғұрлым ертерек бастасаңыз, соғұрлым көбірек табыс табуға мүмкіндік аласыз. Қазір Қазақстанда жасалған материалдарға сұраныс күннен күнге артып келеді. Себебі, маңызды себептердің бірі, менің ойымша, сіз келісесіз деп ойлаймын, ол білім беруді Қазақстанның стандарттарына сәйкестендіру. Материалдарды маркетплейске жүктеп, жүктегеннен кейін ол Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес білім беруді дамытуға ықпал етеді. Мұғалімдердің көбісі өз материалдарын осы стандарттарға сәйкес әзірлейді. Себебі олар оқушыларға оларды береді. Сосын оларды инфолесон маркетплейсіне орналастыру арқылы педагогтер әріптестеріне стандарт талаптарына тез бейімделуге, сапалы әрі тексерілген материалдарды пайдалануға және бүкіл ел бойынша оқушылардың біркелкі дайындық деңгейін қамтамасыз етуге үлкен үлес қосады, көмектеседі. Осылайша біз түсінеміз, сіздің еңбегіңіз сізге табыс қана әкеліп қоймай, Қазақстандағы білім деңгейін дамуына үлкен үлес қосады. Және оған қоса жеке брендіңіз де дамытады. Мысалы, материалдарды неғұрлым жиі жүктесеңіз, соғұрлым оларды көбірек жүктейді және сізді тани бастайды. Бұдан бөлек, шығармашылық және әдістемелік дағдыларыңызды жетілдіресіз. Себебі материалдарды дайындау үшін педагогке және әр педагог жаңа әдістемелерді меңгереді, дизайнмен жұмыс істей бастайды, құрылымды сабақтарды әзірлей бастайды. Және сіз әртүрлі форматтарды сынап көре аласыз, мүмкіндік аласыз. Олар ойындар, интерактивті тапсырмалар, тесттер болуы мүмкін. Және менің ойымша, осылайша сіз
ең үздік мұғалім деген марапатқа қарай бірнеше қадам алға жасайсыз. Және осы бетте сіз екі авторлардың еңбектерін көріп тұрсыз. Олар қазақша да, орысша да материалдарды Қазақстанның ғана мұғалімдеріне арнап материалдарды жүктейді. Себебі біз осында БЖБ, ТЖБ, КМЖ біртұтас тәрбие бағдарламаны көріп тұрмыз. Енді а, бұл қалай жұмыс істейтінін қарастырайық. Бүкіл процесс бірнеше қарапайым қадамнан ғана тұрады. Сіз үшін ол оңай болады. Ең бірінші ол әрине материал жасау. Өзекті тақырыпты таңдап, сұранысқа ие контент жасауға тырысыңыз. Мысалы, Наурыз мейрамы. Осы Наурыз мейрамы қарсаңында кабинетті безендіру материалдары, презентациялар, жұмыс парақтары, сценарийлерде және көптеген басқа материалдар ерекше сұранысқа ие болады. Мұндай материалдарды алдын ала кем дегенде 1-2 апта бұрын жүктеген дұрыс. Оқу бағдарламасы бойынша да материалдарды алдын ала жүктеңіз. Сіз наурызға арналған материалдардың әртүрлі мысалдарын экранда көріп тұрсыз. Мұнда безендіру элементтері, викторина, жұмыс парағы да бар. Оқу бағдарламасы бойынша да көптеген материалдарды жасауға болады. Мысалы, биосфера. Оқушыларды тақырыппен таныстыру үшін презентация немесе көрнекілік материал әзірлеуге болады. Және осындай сабаққа КМЖ жасауға болады. Кейін білімін бекіту үшін, бақылау үшін жұмыс парақ немесе БЖБ әзірлеуге болады. Идеялар көп. Енді қандай материалдарды жүктеуге болады? Мен сізге КМЖ, БЖБ, бақылау жұмыстар туралы айттым. Бірақ қазір экранда сіз материалдардың 40 түрлерін көріп тұрсыз. Ал біз олардың ішінен сұраныстағы материалдардың астын сыздық. Олар туралы көбірек айтып шығайын. Дидактикалық және көрнекілік материалдар. Олар әсіресе мектепке дейінгі жастағы балалар мен бастауыш сыныптың оқушылардың мұғалімдері, тәрбиешілері, ата-аналары, олар сондай материалдарды көп жүктейді. КМЖ, иә, ол календарно-тематический план деген түрге жатады. КМЖ әр сабаққа керек. Бірақ барлық мұғалімдер оны істеуге үлгермейді. Сондықтан олар біздің маркетплейске келеді, сол материалды іздейді, жүктейді. Кейін ТЖБ, БЖБ жиі керек болады мұғалімдерге. Оларды контрольные работы деген түрдің ішіне қосуға болады. Кейін презентациялар. Қазіргі заманда көптеген мұғалімдер оқулық бойынша сабақтарды презентация арқылы өте бастады. Немесе тәрбие сағаттарын, қауіпсіздік сабақтарын, сынып сағаттарын презентация арқылы өтеді. Сол үшін олар өте көп ізделенеді, жүктеледі. Жұмыс парақтары және жұмыс дәптерлері. Олар кез келген оқушыларға керек. Әр жастағы, әр деңгейдегі. Себебі ұбт-ға дайындалу үшін, тақырыпты бекіту үшін, мектепке дайындалу үшін, мысалы, олар қолданылады, жиі қолданылады. Мадақтама. Мадақтама әртүрлі мерекелерде немесе біртұтас тәрбие бағдарламаға сай келетін дебат сияқты іс-шаралар кезінде олар оқушыларға, мұғалімдерге де беріледі. Келесі ол мысалы БЖБ, ТЖБ, ұбт-ға дайындалу үшін әр пәннің мұғалімі, олар оқушылар үшін, ал ата-аналар балаларына конспектілерді іздейді, жүктейді. Енді сіз көріп тұрсыз, мыңдаған мүмкіндіктер бар, идеялар бар. Оларды енді қолдана бастау керек. Енді біз тақырыпты, материалдың түрін таңдағаннан кейін материалды рәсімдеу керек. Бірақ материалды қалай рәсімдеу керек? Осында мен сізге бірнеше кеңес беремін.
Мен айтқандай, әр материал модерациядан өтеді. Сондықтан материал сапалы болу керек. Бізде толығырақ ақпарат білім базада қолжетімді. Қазір модератор сізге чатқа сілтемені жібереді. Ол арқылы өтіп, толық ақпаратты таба аласыз. Бірінші тармақ, сіз соны көріп тұрсыз, біргелік және авторлық құқық. Материалдың бірегейлігі 65%-дан жоғары болуы керек. Себебі әр материал плагиатқа тексеріледі. Және үшінші тараптардың авторлық құқықтарын бұзбаңыз. Немесе оқу құралдан, немесе оқулықтан үзінділерді, тапсырмаларды, суреттерді пайдаланбаңыз. Оған қоса танымал кейіпкерлердің аттарын, суреттерін қолдануға тыйым салынады. Мысал келтірейін. Оқулықтан сіз тапсырманы үзінді алсаңыз, ол бірегейлік деңгейін төмендетеді. Және мысалы оқулыққа әртүрлі кейіпкерлерге басқа адамдарда авторлық құқық бар. Сол үшін оны коммерция ретінде қолдануға болмайды. Бірақ егер сіз мәтінді өзгертсеңіз, өз ойынды қоссаңыз, суреттер бойынша ол одан қиынырақ. Қазір модератор чатқа сізге тағы бір сілтемені жібереді. Ол сізді сайттар тізіміне әкеледі. Ол сайттардан материалдарыңыз үшін сіз тегін әрі сапалы суреттерді таба аласыз, жүктей аласыз және материалдарыңызда қолдана аласыз. Осылайша біз сізге көмектесіп отырмыз. Келесі ол сапа және қателердің болмауы. Сапа туралы, мысалы, материалдың мазмұны оқушылардың жасына және деңгейіне, білім деңгейіне сәйкес келу керек. Және материалдың мазмұны оның тақырыбына сәйкес келу керек. Ал қателер бойынша ешқандай, оның ішінде грамматикалық, орфографиялық, әдістемелік қателерден аулақ болыңдар. Қателері және сапасы төмен материалдар қабылданбайды. Келесі ол сұрақтарға жауап беру. Егер сіздің материалдарыңызда оқушылар жауап беру керек болса, ол қандай материалдар болуы мүмкін? БЖБ, ТЖБ, тест, жұмыс дәптері, жұмыс парағы. Осындай материалдарда міндетті түрде жауаптарды, жауап үлгілерін, немесе кем дегенде бағалау критерийлерін қосыңыз. Осы мәлімет педагогтердің уақытын үнемдеуге көмектеседі. Келесі ол жарнама, жеке деректер және сілтемелер. Олардан аулақ болыңыз. Материалда оларды орналастыруға тыйым салынады. Бірақ мен көп кездестіремін. Әсіресе музыка пәнінің мұғалімдердің арасында бір тұтас тәрбие бағдарламаға сай келетін музыканы, күй, әндерді олар қосады. Оларды сілтеме арқылы емес, QR-код арқылы қосады. QR-кодты қолдануға болады. Бірақ QR-кодты қолдансаңыз, мысалы, айтып кетейін, YouTube деген платформаға видеолар, өлеңдер әкелмеу керек. Себебі, мысалы, мұғалім мен оқушылар сабақтың үстінде осы сілтеме арқылы өтіп, видеоны қараған кезде, олар жарнаманы көреді. Сол сайттың оң жағында басқа видеолардың мұқабасын көреді. Оның ішінде не бар екенін біз білмейміз. Бірақ осындай суреттер балаларға жағымсыз әсер ете алады. Сол үшін одан аулақ болыңыз. Келесі ол беттеу және типография. Материалда екі түрлі шрифттен артық қолдануға болмайды. Элементтердің орналасуына назар аударыңыз. Элементтер симметриялы болуы қажет. Осы барлық факторлар және көптеген басқалары, бірақ осылар маңызды. Олар оқуды, қабылдау процесін жеңілдетеді. Суреттер сапалы,
әрі мағыналы болу қажет. Сапалы суреттерді табу үшін модератор сіздің чатыңызға сілтемені жіберді. Ал мағынасы туралы айтып кетейін. Мысал келтірейін. Биология пәнінен өсімдіктер деген тақырыпты өткен кезде осындай материалға мысалы машиналардың, ғимараттардың, тамақтың суреттерін қолдануға ешқандай себеп жоқ. Сол үшін тақырыпқа байланысты емес суреттерді қосуға керек емес. Және соңғысы олар үлгілер, басқа сөзбен шаблондар. Ол менің сізге кеңесім. Сіз жұмысыңызды жеңілдету үшін жеке шаблондарыңызды дайындай аласыз. Мысалы, барлық презентацияларды немесе қмж-ны олар үшін бірдей шаблон жасап, әрдайым тек мәтінді өзгертіп қолдана беруге болады. Осылайша сіз уақытыңызды үнемдейсіз. Келесі материалды жүктеу. Материалды әзірлегеннен кейін немесе мүмкін сізде дайын материал бар шығар, оны келесі қадамда маркетплейске жүктеу керек. Қазір модератор сізге чатқа сілтемені жібереді. Сол сілтеме арқылы өтіп, сіз материалды жүктейтін бетке өтесіз. Бұл қадам, материалды жүктеу, тек бірнеше қарапайым қадамнан тұрады. Көптеген кезеңдер өте жеңіл. Олар мысалы пәнді, сыныпты және материалдың түрін таңдау. Материалдың түрі ол презентация, көрнекілік материал немесе сабақ жоспары сияқты түр. Дегенмен мен кейбір кезеңдерде жеке тоқталып, пайдалы кеңестерді бергім келеді. Бірінші ол материалдың атын қою. Қазір экранда бірнеше мысалдарды көріп отырсыздар. Материалдардың аттары пән, сынып, материалдың түрін және оның нақты атауын қамтиды. Осы сөздер пән, сынып, аты, осы сөздер түйімді рөл атқарады. Мен бұрын айтқандай, сіз өзіңіз материалдарды іздеген кезде біздің сайтта оны таптыңыз. Себебі біздің авторларымыз осы негізгі сөздерді қолданады. Бұл іздеу жүйесін оңтайландыру процесін қадағалайды. Басқа сөзбен айтқанда, мысалы сіз интернетте бір нәрсені іздеген кезде сізге көмектесетін түйімді сөздерді іздейтін программа бар. Енді сол программаға сіздің материалдарыңызды табуға көмектесу керек. Осы пайдалы негізгі сөздер арқылы сіз оған көмектесесіз. Ол программа сізге сатып алушыларды табуға көмектеседі. Осылайша, осы программа біздің сайтта өте жақсы жұмыс істейді. Сондықтан интернеттен адамдар әртүрлі оқуға арналған материалдарды іздеген кезде, ең бірінші сайттардың тізімінен біздің сайт әрдайым бірінші, екінші орындарды алады. Сондықтан біздің платформада 7 миллионнан астам пайдаланушы бар. Олар сіздің болашақта сатып алушылар болуы мүмкін. Осында менен бір кеңес бар. Екінші үлгіде сияқты, егер материал атауын тырнақшаға, үшбұрышты тырнақшаға алсаңыз, оны табу одан да оңайырақ болады. Енді тағы да басқа қадам ол материалдарды жүктеу және файл форматтары. Кейбір материалдарды редакциялау, өзгерту қажет болуы мүмкін. Ол неге солай болады? Мысалы, басқа педагог презентацияны жүктегеннен кейін оның слайдтарын ауыстыруы мүмкін. Мұндай материалдарды біз редакцияланатын деп атаймыз. Осындай материалдарды біз екі форматта жүктейміз. Алдымен PDF форматында, содан кейін екінші терезеге PowerPoint, ол презентация, немесе Word, Doc форматында жүктейміз. Материалды PDF форматында
Word және PowerPoint-тың ішінде сақтауға болады. Ол үшін сізге шеттегі сайттар, программалар керек емес. Сондықтан жүктеу терезесі екі бөлімнен тұратынын экранда көріп отырсыздар. Бірақ кейбір материалдар редакциялау қажет емес. Мысалы, кабинетті безендіруге арналған. Мгм. Бірақ кейбір материалдарды редакциялау қажет емес. Мысалы, кабинетті безендіруге арналған плакаттар, буклеттер, жадынамалар, ашық хаттар, мадақтамалар. Мұндай материалдарды тек PDF форматында ғана жүктеу керек. Енді егер сізде бірнеше файл материалдар болса, мысал келтірейін. Бүкіл оқу жылына арналған КМЖ жинағы немесе ұбт-ға дайындалу үшін арналған 45 тест жинағы. Онда сіз барлық файлдарды, материалдарды біріктіре аласыз. Сосын оны zip архив деген форматта жүктей аласыз. Оны да сіз өз компьютеріңізде істей аласыз. Ол үшін шеттегі сайттар, программалар қажет емес. Енді редакцияланатын және редакцияланбайтын файлдардың тізімін сіз алдын ала көре аласыз. Қазір модератор ол үшін сізге чатқа сілтемені жібереді. Енді тағы сіздің назарларыңызды неге аударғым келеді, ол мұқаба. Мұқаба ол материалды бірінші болып көрсететін элемент. Ол өте маңызды деп ойлаймын. Себебі ол сатып алушының назарын аударуға, сенімділікті арттыруға және сатылымды көбейтуге көмектеседі. Бірақ мұқабаларды дайындау көп уақыт алады. Біз оны әрине түсінеміз. Сондықтан сізді уақытыңызды үнемдеу үшін олар платформаның өзінде автоматты түрде жасалады. Соны уайымдамауға болады. Сізге платформа бірнеше мұқабаларды ұсынады. Сосын оларды сол күйінде қалдыруға болады, немесе өзіңізге ұнаған мұқабаларды ғана таңдауға болады. Қазір экранда екі түрлі мұқаба көрсетілген. Біріншісі ол платформада автоматты түрде жасалған, ал екіншісі автордың өзі әзірлеген нұсқасы. Мұндай мұқабалар материалдың мазмұнын бірден түсінуге мүмкіндік береді. Яғни, әр адам материалдың ішінде не бар екенін тез түсінеді. Мысалы, бірінші мысалда тақырыптың аты да, беттер саны да, дизайны да, кейбір жаттығулар да көрсетілген. Ал екінші мысалда да барлық керек мәлімет берілген. Мысалы, тапсырмалар саны, оқушының жасы мен деңгейі, әдістер саны, және тағы басқа мәлімет бар. Сіз өзіңізге ыңғайлы тәсілді өзіңіз таңдай аласыз болашақта. Енді сипаттама. Сипаттама ол іздеу үшін негізгі сөздерді қамтуы керек. Материалдың аты сияқты, бірақ осында көбірек мәлімет жазуға керек. Экранда екі жақсы сипаттама үлгісін көріп отырсыздар. Мұнда материал атауын қайталайтын сипаттама бар. Және тағы біз материалдың пайдасын, яғни ол қандай нәтижеге әкеледі, нұсқауын, кімге арналған, қалай қолдануға немесе өзгертуге болатынын, беттер санын және оның артықшылығын барлық керек мәліметті көріп тұрмыз. Біз авторларға дәл бірінші мысалдағыдай, оң жағындағы сипаттама сияқты материалдың атауын қайталауға кеңес береміз.
Себебі бұл фактор материалды интернетте немесе осы маркетплейсте табуға жеңілдетеді деп айтамыз. Сонымен сипаттама сатылымды артыруға көмектеседі деп айттым. Онда сипаттаманы қалай жақсартуға болады деген сұрақ тууы мүмкін. Біріншіден, жалпылама сипаттаманың орнына нақты ақпарат беріңіз. Яғни, дәл атауын атап шығыңыз. Мысалы, Қазақстан экологиясы тақырыбы. Көлемін жазыңыз. 15 слайд, немесе 6 тапсырма мен рефлексия, 4 бет. Сосын материалдың түрін жазыңыз. Презентация ма, конспект пе, жұмыс дөптері ме, және ішінде не бар екенін жазып кетіңіз. Ішінде теория, мысалдар, оқушыларға арналған тапсырмалар, суреттер бар екенін жазып ұстаңыз. Сосын оқушының жасын, сыныбын, деңгейін көрсетіңіз. Себебі сатып алушылар, ата-аналар немесе мұғалімдер, педагогтер көбінесе өздеріне нақты қажет материалды іздейді. Сосын материалдың пайдасы мен нәтижесін сипаттаңыз. Бұл мұғалімнің жұмысын қалай жеңілдетеді? Оқушылар қандай нәтижеге қол жеткізеді? Осы сұрақтарға жауап беріңіз. Мысалы, бөлшектерге бөлу тәсілін үйренеді. Биосфера тақырыбы бойынша білімдерін бекітеді деген негізгі сөздерді қолдануға дұрыс. Сосын оқуға жеңіл болуын қамтамасыз етіңіз. Мысалы, сипаттаманы абзацтарға бөлуге болады. Осындай мәтін тұтас мәтінге қарағанда жақсырақ, оңайырақ қабылданады. Экранда сіз сипаттама терезесін көріп тұрсыз жоғарыда. Мұнда сіз негізгі сөздерді қалың шрифтпен немесе астын сызу арқылы белгілей аласыз. Сосын мәтінді тармақтарға бөлуге болады. Мысалы, осы материалдың ішінде қандай материалдар бар? Ребусты шешу, есепті шығару, суретті салу және тағы басқасы. Немесе сіз дәл осындай мәліметті нөмірлеу арқылы жаза аласыз. Және көптеген басқа өзгерістерді орындай аласыз. Және егер сізде маркетплейсте басқа да қосымша материалдарыңыз болса, сіз оларға сілтемені сипаттаманың ішінде қалдыра аласыз. Мысалы, әліппе дейік. Ол 2 бөлімнен тұрса, сіз оларға сілтемелерді сипаттаманың ішінде қалдыра аласыз. Ол сатып алушыларға да көмектеседі, оны тез табуға көмектеседі. Енді осы кезеңдер түсініктемені қажет етті деп ойлаймын. Себебі сіз материалды жүктеген кезде қиындықтарды кездестірмей, тез әрі оңай оны өтіп, табыс табуға қадамдарды жасайсыз, оны бастайсыз деп сенемін. Материалдарды жүктердің алдында, егер сіз өзіңізді тексергіңіз келсе, сіз сапа тексеру критерийлерді қарап шыға аласыз. Қазір модератор тексеру критерийлерге сілтемені жібереді. Енді сіз материалды жүктегеннен кейін ол модерациядан өтеді. Модераторлар оны тексереді. Модерациядан өткеннен соң материал пайдаланушыларға қолжетімді болады. Егер модератор оны қабылдамаса, уайымдамаңыз. Себебі әрдайым сіз оның комментарийін көре аласыз. Комментарийді оқып, сіз қателерді түсінесіз, оны ауыстыра аласыз, сосын редакциялап қайтадан жүктей аласыз. Одан кейін автор әр жүктеу үшін сыйақы алады. Немесе сіз өз материалдарыңызды бізге инфолесінге сата аласыз. Бір тұрақты бағаға. Сонда сіз табыстың 2 жолын көріп тұрсыз. Таңдау әрдайым сіздің қолыңызда. Енді практикалық ұсыныстарға, кеңестерге біз келдік. Ол мен сізге әдейі дайындаған ұсыныстарым. Оларды сіз
қолдана аласыз, себебі олар сатылымды арттыруға көмектеседі. Мен өзім маркетплейстің авторымын, 150-ден астам материалдарды жүктедім, көбінесе қазақша. Сол үшін тәжірибем бар, және сіздің материалдарыңыз сұранысқа ие болу үшін не айта аламын. Әрине, мәдени ерекшеліктерді, дәстүрлер мен мерекелерді ескеріңіз. Мерекелік материалдар сайтқа жүктеңіз, олар жыл сайын сұранысқа ие болады. Егер оқу бағдарламаға сай жасалған материалдар 4-5 жыл сатылса, мерекелерге арналған материалдар өмір бақи жұмыс істейді. Сосын мен сізге бұрын Наурыз мерекесіне арналған материалдарды көрсеттім. Енді экранда тағы бір мысал бар, мадақтамалар. Осы Наурыз мейрамына көптеген материалдарды жасауға болады, бірақ бізде тек Наурыз ғана емес, көптеген басқа мерекелер бар. Олар 1 қыркүйек, жаңа жыл, 8 Наурыз, қозы көрпеш, баян сұлу және көптеген басқа мерекелер бар. Осы тақырыптағы материалдарды жүктеп, жыл сайын табыс таба бастаңыз деп айта салайын. Келесі кеңес, сол материалдарды бірнеше тілде жариялаңыз. Бұл сіздің аудиторияңызды кеңейтеді. Қазақстан мектептерінде оқу әртүрлі тілдерде өтеді, бірақ стандарттар бірдей, біркелкі. Сондықтан сіз материалдарыңызды қазақ тілінде жүктесеңіз, оны орыс немесе ағылшын тілдеріне аудара аласыз. Экранда сіз қазір біртұтас тәрбие бағдарламаға арналған қазақ және орыс тілдерде жасалған дидактикалық ойынды көріп тұрсыз. Сосын стандарттарға сәйкес материалдарды жүктеңіз. ТМЖ, БЖБ, ТЖБ, УБТ деген материалдар, оларға дайындық, біртұтас тәрбие бағдарламасы өте көп жүктеледі осындай материалдар. Сіз қазір экранда біртұтас тәрбие бағдарламасына және КМЖ-ны көріп тұрсыздар. Осындай материалдар өте аз, шынымен өте аз, сол үшін пайдаланушыларымыз соны жиі іздейді. Сосын платформада белсенді болыңыз. Мысалы, профиліңізді толтырыңыз. Әріптестеріңізді дос ретінде платформамызға қосыңыз. Себебі сатып алушылар автор туралы мәліметті көреді, оқиды, және ол сатып алушыларға өте қызықты болады. Сосын неғұрлым көп материал жүктесеңіз, соғұрлым көбірек табыс табасыз. Тағы да статистикаға назар аударыңыз, оны бақылаңыз. Мысалы, қандай материалдар жиі жүктеледі, қай тілде көбірек сұраныс бар, қай тақырыптар басқаларға керек екенін, сіз оның бәрін статистикадан көре аласыз. Мысалы, осында мен тәжірибеммен білесейін, мен өз статистикамнан не көрдім. Мысалы, мерекелерге арналған материалдар көбінесе орыс тілде жүктеленеді. Ал оқу бағдарламасына сай келетін материалдар көбінесе қазақша жүктеленеді. Оның бәрін мен статистикадан көрдім. Мүмкін сіздің статистикаңыз өзгеше болады. Сондықтан сіз оны қараңыз, оны анықтаңыз, және оған қарап ұқсас материалдарды жүктеңіз. Енді қорытындыға келдік. Біз вебинарда не білдік? Авторлар қосымша табыс таба алады. Ол өте оңай, өте ыңғайлы. Себебі мұғалімдер материалдарды күнделікті оқушыларына дайындайды. Енді оларды тек жүктеуге ғана қалды. Автор кәсіпкерге айналады. Әрине, статистиканы анықтайды, сапалы және сұранысқа ие материалдарды әзірлейді, және оның соң нәтижесінде сыйақы алады. Автор кәсіби тұрғыдан күшейеді, дамиды. Себебі әр автор компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істейді, дизайн, әдістеме және басқа да дағдыларын жетілдіреді. Кейін
Автор автордың жұмыс кестесі еркін. Ол материалды үзіліс кезінде немесе кез келген басқа бос уақытында жүктей алады. Автор өз жеке брендін дамытады, кейбір кездерде қалыптастырады. Әріптестеріңіз сізді осы салада белсенді әрі сұранысқа ие маман ретінде тани бастайды. Басқа қалалардан да әріптестеріңіз сізді біледі, көреді. Материалдарға шектеу жоқ. Авторлар жүктелетін материал саны бойынша шектелмейді. Сіз бүгін мыңдаған материалдарды жүктей аласыз, немесе оны жыл бойы кішкене жүктей аласыз. Бірақ ертерек жүктесеңіз, көбірек табыс табасыз деп ойлаймын. Материал жүктеу оңай және жылдам, бірнеше қадамнан ғана тұрады. Бар болғаны 7-ақ қадам. Олардың көпшігі бірнеше секунд қана алады. Сонымен, біз Info-Lesson KZ маркетплейсінде табыс табудың негізгі қадамдарын қарастырдық. Көріп отырғаныңыздай, бұл өте оңай. Сіз материалдарды күнделікті дайындайсыз. Енді тек оларды платформаға жүктеу ғана қалды. Мысал келтірейін. Оқу жылы бойы материалдарды сайтқа жүктесеңіз, маркетплейске жүктесеңіз, жазда сіз сол тапқан ақшаға, қосымша табысқа, демалысқа барып келе аласыз. Және мен әрқайсысыңызға маркетплейсте жоғарғы табысқа жете алатыныңызды сенемін. Ең бастысы ол бірінші қадамды жасау. Және назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, мен оларға қуанышпен жауап беремін. Сұрақтарыңызды жазып беріңіз. Осында біз қазір сұрақтарды көрейік. Сұрақтарыңызды жазып беріңіз. Сұрақтарды қарап шығардың алдында мен тағы да бірнеше керек мәліметті айтып шығайын. Мысалы, материалдың көлемі туралы айтып шығайын. Егер сіз материалды біздің сайтқа, маркетплейске сатсаңыз, сіз ең кемінде әр материалды жарты бетке жасау керексіз. Бірақ бізде әрине сапа критерийлері бар. Егер сіз бақылау жұмыстарды немесе жұмыс дәптерлерді, парақтарды, ЖБ сияқты материалдарды жасасаңыз, кем дегенде 6 тапсырма мен 1 рефлексияны қосу керексіз. Ал сіз қарапайым материалды жасасаңыз, әр жүктеу үшін табыс табамын деген оймен жүктесеңіз, ең кем дегенде 3 тапсырма, 3 сұрақ қою керексіз. Ашық сұрақ немесе тапсырма болуы тиіс. Егер біз презентациялар туралы айтсақ, мысалы презентациялардың ішінде білімді тексеруге арналған сұрақтарды, тапсырмаларды да қосу керек. Енді Суяшев Александра бір сұрақты қойды. Мен материалды жүктей алмадым. Себебі неде болуы мүмкін? Қызықты сұрақ.
Суяшева Александра. Мен өзім екі себепті көре аламын. Мысалы, біріншісі, мүмкін сіз тіркелдіңіз, бірақ тіркелген кезде сіз аты жөніңізді, мамаңызды жазасыз. Және де сол кезде сіз қандай қолданушының түрін таңдадыңыз, сол әсер етуі мүмкін. Тек педагог деген таңдаған адамдар материалдарды платформаға жүктей алады. Сосын, егер сіз соны дұрыс таңдамасаңыз, сіз қайтадан тіркеле аласыз, педагогты таңдаңыз, сосын сіз материалдарды маркетплейске жүктей бере аласыз. Екінші себеп, мысалы, сіз тіркелген кезде уақытты үнемдеймін деп кез келген әріптерді жаза салдыңыз. Олай болмайды. Неге? Себебі сіз өз аты жөніңізді дұрыс жазу керексіз. Себебі маркетплейс, инфолессон және автордың арасында келісім шарт бар. Ол келісім шарт нақты бір адаммен болуы керек. Сол үшін аты жөніңізді тексеріңіз. Егер ол дұрыс жазылынбаса, немесе ағылшын әріптерден тұрса, оны өзгертіңіз. Аты жөніңіз қазақ немесе орыс әріптерден тұру керек. Осындай мүмкіндіктер болуы мүмкін. Абуов Бауыржан, суреттерді жасанды интеллект арқылы жасап қолдансам бола ма? Өте қызықты сұрақ. Жиі арқылы жасалған суреттерден аулақ болыңыз деп ойлаймын. Себебі неде болуы мүмкін? Кейбір жасанды интеллекті қолданатын ресурстар суреттерді коммерциялық мақсатта қолдануға тыйым салады. Сонда сіз соны қолдансаңыз, сіз авторлық құқықты бұзасыз. Сондай материалдар қабылданбайды. Және де сіз материалды бізге инфолессонге сатсаңыз, біз әрине осындай суреттері бар материалдарды қабылдамаймыз, және де мәтін, тапсырмалар жасанды интеллект арқылы жасалған болса, олар қабылданбайды. Сондықтан олар авторлық әзірмелер, материалдар деп аталады. Біз сізге чатқа, модератор сізге чатқа сілтемелерді жіберді. Олардың арасында тегін, сапалы, авторлық құқықты бұзбайтын суреттердің тізімін жіберді. Оларды қолдануға одан да тез, оңай болады деп сенемін. Сол үшін оларды қолдансаңыз болады. Енді тағы да сұрақтарды көрейік. Оңғырбаева Айдана. Менде көп материалдар болса, маған оны жүктеуге көмектесе аласыз ба? Осыны оқуға, естеуге өте қуаныштымын. Әрине, біз әр авторға көмектесе аламыз. Себебі авторларда сұрақтар болуы мүмкін. Ол өте тамаша сұрақтар болған кезде, себебі автор тырысады деп ойлаймыз. Сізде көп материалдар болса, біз сізге қалай көмектесе аламыз? Оның бірнеше кезеңдері бар. Мысалы, сіз бірнеше 5 дейік материалдарыңызды бізге жібересіз. Поштаға, мысалы, біз оны тексереміз. Сапа критерийлерге сай келеді ме? Егер ол күшті материал болса, біз оны қабылдаймыз деп айтсақ, сіз кейін барлық материалдарыңызды бізге жібере аласыз. Біз оларды сіздің атынан жариялаймыз. Ол бізге авторлық құқықты біз оның алмаймыз. Бірақ сіз әрине әр материалдың атын, сипаттамасын және барлық керек мәліметтің деректерін өзіңіз жазасыз.
біз оны сіз үшін толтырамыз, сіз үшін тез жүктейміз, олар барлық сіздің профиліңізде жарияланады. Осылайша біз сізге көмектесе аламыз. Келесі ол Абуов Бауыржан. Біз қандай сыйақы аламыз? Ол туралы көбірек айтып шығайын. Сыйақының негізгі екі жолы бар, бірақ менің ойымша олар үшеу. Біріншісі, қазір ең бастысы, себебі авторлар оны көбінесе ұнатады, ол авторлық құқықты инфолесінге сату. Ол не деген сөз? Сіз материалды әзірлейсіз, бірақ бізге сатасыз. Сіз ол үшін тұрақты табысты бір рет аласыз. Ол 2000 теңгеге тең. Келесі жол ол сіз материалды маркетплейске жүктейсіз, сосын әр материалдың әр қолданушыдан жүктеуі үшін 70 теңге табыс табасыз. Бірақ егер сіз сіздің материалыңызды көп жүктесе, айтып шығайын, мен сізге вебинардың ең басында ең табысты авторлардың рейтингін көрсеттім. Оны статистикадан көре аласыз. Сосын бізде көптеген рейтингтер бар. Мысалы, қай авторда ең көп жүктеулер. Егер сіз осы рейтингтің топ 300 авторлардың ішіне кірсеңіз, келесі ай бойы сіз әр жүктеуі үшін 70 емес 90 теңге аласыз. Менің ойымша, ол керемет мотивация көбірек жүктеуге, сапалы материалды жасауға. Осылайша сіз табыс таба бастайсыз. Енді мен айтып шығайын, келесі аптада 27 наурызда дәл сол уақытта бізде осыған ұқсас дәл осындай вебинар, бірақ орысша тілінде өтеді. Егер сіз әріптестеріңізге, достарыңызға біз туралы айтып, оларды вебинарды қарағысы келсе, келесі аптада 27 наурызда сағат 16:00-де Астана уақыты бойынша осы вебинарға қосыла аласыз. Қазір модератор сізге чатқа сілтемені жібереді. Енді сізде көп сұрақтар бар, оларға барлықтарына жауап беруге үлгермедім. Мүмкін келесі аптада мен оларға жауап беремін. Бірақ сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге қуанышты болдым. Және сіз қызығушылықтарды көрсеттіңіз, оған рахмет. Және осы вебинар сіздерге сәттілік, жаңа мүмкіндіктер және жақсы табыс әкеледі деп үміттенемін. Маркетплейспен жұмысты бастаңыздар, платформада белсенді болыңыздар. Және біздің инстаграмымызға жазылыңыздар. Онда барлық жаңалықтар жарияланады. Және сол жерде сіздер толық ақпаратты, жаңалықтарды, пайдалы сілтемелерді және біздің байланыс деректерімізді таба аласыз. Вебинар үшін менімен уақыт өткізгеніңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Келесі рет көріскенше.